Армысыз көрермен, эфирде мектеп жаңалықтары. Хабарымызды жағымды жаңалықпен бастайық. 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал тақырыбында аудандық тамыз кеңесі өтті. 2017-2018 оқу жылы бойынша педагогтар мен білім беру ұйымдарына қатысты марапаттар табысталған кеңесте ұстаздар мен шәкірттер жетістіктері жоғары бағаланып, 3-ші мектеп жыл мектебі 2018 номинациясына ие болды. Жүрмелі кубокты біздің қанжығамызда. Сонымен қатар мектеп директор Жанарбай Назарова, үздік директор тарих пәні мұғалімі Құралай Қамысбай, үздік тарихшы, физика пәні мұғалімі Шамгулова Меруерт үздік зерттеуші атанса, дене тәрбиесі пәні мұғалімі Лесбай Умаров аудандық білім бөлімінің алғыс хатымен марапатталды. Қазақстан халықтар тілдері күні мерекесінің аясында латын әліпбиіне көшу заман талабы тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Шараға жаратылыстану пәндері бастауыш сынып, тілдер бірлестігі тарих пәні мұғалімдерінің өкілдері қатысты. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Гүлнұр Үркімбаева тарих беттерін парақтап, латын әліпбиіне келу жолдары мен ұтымдылығы жайлы баяндама оқыды. Бұдан әрі ұстаздар өз пәндерін оқыту кезегіндегі артықшылықтар мен қиындықтарды атап өтіп, кездескен мәселелерді шешу жолдарын ұсынды. Қорытынды ретінде химия пәні мұғалімі әрі әдіскер Күміс Тобышева ұстаздарды заман ағымына ілесуге шақырды. Қиындықтарға мойымай, әлемдік деңгейге шыға алатындай ұстаз тәрбиелеуге үндеді. Ұйымдастырылған дөңгелек үстел ұстаздардың ізденуіне себепші болып, елімізде болып жатқан реформаларға өзіндік үн қосуға мүмкіндік берді. Қазанның алғашқы жексенбісі елімізде ұстаздар мерекесі тойланады. Балаға сапалы білім мен саналы тәрбие беру жолындағы педагогтар адамзат баласы қашанда қарыздар. Аталмыш мерекеде мектебімізде биыл да назардан тыс қалған жоқ. Жандос Жаппаров пен Манас Шыңда оқып бастаған 10-шы сынып оқушылары ұстаз мәңгілік нұрдың қызметшісі тақырыбында мерекелік шара өткізілді. Ауыл әкімдігі аппаратынан келген қонақтар мектептің үлгілі мұғалімдерін алғыс хаттармен марапаттады. Сонымен қатар мерекелік шараға ардагер зейнеткер ұстаздарымыз қонаққа келіп, жылы лебіздерін арнады. Білім беру мекемелерінде оқушылар арасында жыл сайын ұйымдастырылатын сайыстар жетерлік. Солардың бірі күзгі бал. Биыл 8-9 сыныптар арасында күз ханзадасы мен күз ханшайымы 2018 байқауы біздің мектепте де жалғасын тапты. 6 кезеңнен тұратын байқауда қатысушылар таныстыру, өнер, білім, пародия, күзгі тағам, ерекше киім үлгілерін көрсетті. Қорытынды бойынша 3-ші орын Айгүл Құлтымаева жетекшілік ететін 8-ші В сыныбына бұйырды. Ал 2-ші орынға Перизат Қажабаева бастаған 8-ші Б сыныбы тұрақтаса, кештің 1-ші орнын Әйгерім Таңатар қызының 8-ші Ә сыныбы иеленді. Әзірге айтарымыз осы. Мектеп жаңалықтарын YouTube желісіндегі біздің арнамыздан қарай жүріңіздер. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.